Сәлем достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Менің вебинарыма қатысып жатқан қыздар, мен қазір мына жерден комментарийді өшіріп тастаймын. Полностью сабақты жүргізетін боламын. Егер де өздеріңізге қатысты сұрақтар болатын болса, кейін кешке маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен сіздерге жауап беремін, бұйырса Құдай қаласа. Егер де вдруг бұл прямой эфирді сіздер көрмей қалатын болсаңыздар, онда мен сіздерге доступ жіберемін. Бұл сақталады, қорықпаңыздар да. Ал енді давайте, мен қазір комментарийді өшірейін. Енді қыздар, енді білесіздер да, бүгін біздің тақырыбымыз жүктілікті жүргізу. Яғни жүктілік кезінде біз қандай витаминдер ішуіміз керек, өз-өзімізді қалай ұстауымыз керек деген сияқты әртүрлі сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші кеттік. Например, қараңыздар қыздар, сіздер енді беременныйсыздар, жүкті екендеріңізді білдіңіздер. Енді сізге не істеу керек? Сразу в первую очередь өзіңіздің жүкті екеніңізді білсеңіз, сразу аптекана бараста фолиевая кислота сатып аласыз. Фолиевая кислота бізге не үшін керек? Яғни фолиевая кислота бұл бізде балада әртүрлі нерв жүйесінің ақаулары болмас үшін керек. Неге? Өйткені бізде первый триместр, то есть ең бірінші овуляциядан кейін ұрық түзілгеннен бастап 12 аптаға дейін баланың ең бірінші миы дамиды, то есть ми дамиды, ми дамығандықтан нерв түтігі дамитын болады. Оған ең бірінші фолиевая кислота керек. Фолий қышқылы бұл бізде балада нерв түтігінің әртүрлі ауруларының алдын алады. Мысалы, кейбіреулерде болады врожденные пороки, гидроцефалия, немесе нерв жүйесінде грыжа, например, да, сондайлар пайда болады. Сондайлардың алдын алу үшін міндетті түрде фолиевая кислота. Бірақ та, мысалы, қараңыздар, егер сіздер до этого беременность планируете, например, да, күйеуге шықтыңыз, уже сіз жүктілікті жоспарлап жүрсіз, міндетті түрде обязательно фолиевая кислотаны бастап іше беріңіздер. Дозасы 400 микрограммдық түрі болады, немесе 800 микрограмм, немесе 1 миллиграмм. Если 1 миллиграммдық түрін алатын болсаңыздар, сіздер лучше күніне 1 реттен іше беріңіз да, 1 миллиграммдықтан. Егер жүкті болсаңыз, уже күніне 3 реттен іше берсеңіз болады. Одан кейін тағы керек нәрсе, уже 250 микрограммдық йод қосасыз, йодамарин, например, да, ішсеңіз болады. И сонымен қатар омега-3. Қазір омега-3 туралы тоже айтамын. Бұл да міндетті түрде керек. Өйткені неге? Потому что біздер қазақтар не жемейміз? Балық көп жемейміз, да? Ал аптасына 3 реттен балықты аз жейтін болсақ, значит, бізге не керек? Омега-3 керек болады. Ал кеттік, мен сіздерге қазір фолиевая кислотаның түрлерін көрсетем. Вот, қараңыздар. Мынау 400 фиолетовый тұрған, бұл 400 микрограммдық түрі. Ал мынау қалғандары басқаша көптеген түрлер. 1 миллиграммдық, немесе элевит деген сияқты әртүрлі витаминный комплекстері бар да. Витажиналь, фемибион деген сияқты да, солардың құрамында міндетті түрде болады. Бірақ желательно осы фолиевая кислотаның осындай түрлерін ішкендеріңіз жақсы. Вот, осы түрлері. Келесі, кеттік. Вообще, физиологиялық жүктілік негізі қанша аптаға созылады? Ол 37, максимум 42 аптаға дейін созылады. То есть, сіз егер жүктілігіңіз 37 апта болатын болса, значит, у вас доношенный срок деп аталады. Яғни, баланың уже барлық органдары жетіліп, уже босануға сіз дайынсыз деген сөз, да? Яғни, орташа алғанда ол 276-294 күн болады. То есть, 37 мен 42 аптаның арасында сіз босансаңыз, значит, сіз уақытылы босандыңыз деген сөз. Енді алғашқы тексерулер бізде қай кезге дейін өту керек? Яғни сіз 12 аптаға дейін тұруыңыз керек. Не үшін 12 аптаға дейін? Өйткені 12 аптада сіздер ең бірінші скринингтік ультрадыбыстық зерттеу өтесіз. Яғни ол қай кезде? 10 апта, максимум 13 апта 6 күн. То есть осы екеуінің арасындағы күн болу керек, да? Сол арасындағы УЗИңіз болса, сіз в первую очередь генетика тапсыра аласыз, генетический скрининг, и одан кейін учетқа міндетті тұрасыз. Учетқа тұрғаннан кейін сізге осындай обменный карталар береді. Вот осындай суреттері тұр. Енді сіз бірінші учетқа тұрмас бұрын не істейсіз?
сіз бірінші жергілікті өзіңіздің участогіңізге қарасты терапевтке бірінші тіркелесіз, сосын терапевт сізді гинекологқа жібереді. Гинекологқа қазіргі заманда білесіздер, Қазақстанда даму мед деген система бар, программа бар, сол арқылы өзіңіздің гинекологыңызға тіркеле аласыз. Содан кейін гинекологқа тіркелгеннен кейін ол сізге анамнезіңізді жинайды, то есть етектеріңіз қашан келді, қанша бала босандыңыз, күйеуіңіздің дені сау ма, сонымен қатар жаңағы рентгенге соңғы рет қашан түстіңіз, хронический заболеванияларыңыз бар ма, антибиотиктерге аллергияңыз бар ма, операция болған ба, травма болған ба, соның барлығын сізден сұрайды. Сонымен қатар сізге анализдерге жолдама береді. Ол қандай анализдер? В первую очередь сіз өтетін нәрселер бірінші триместрде учетқа тұрғанда 10 апта мен 13 апта 6 күн максимум, сол 2 апта аралығындағы күндердегі УЗИ, одан кейін генетикалық скрининг. Ол генетикалық скринингті сіз тапсыру үшін міндетті түрде сіздің УЗИіңіз болу керек. Яғни сіздің УЗИіңіз болмаса, сіз генетика тапсыра алмайсыз. Неге? Өйткені сол УЗИда бізге керек мөлшерлер бар. Баланың өлшемдері керек бізге. Копчика теменной размер және толщина воротниковой зоны деген бар. ТВП және КТР деп аталады. Осы екі размер болмаса, сіз генетикалық скринингке тапсыра алмайсыз. Бірақ сіз генетикалық скринингке УЗИге түскеннен кейін тапсыру үшін сіз келесі күні аш қарынға міндетті түрде тапсыруыңыз керек генетикалық скринингті. Мынандай пальчиктен алады да, міндетті түрде сол осындай пальчиктен алады. И аш қаранға егер болмасаңыз, оның результаты дұрыс емес шығуы мүмкін. Мына жерде қазір мен сіздерге көрсете кетейін, қандай болады генетикалық скрининг. Вот, мына УЗИден көрсеңіздер болады. Мына оң жақта тұрған бұл генетикалық скрининг бізде. Результаты, то есть низкий риск деп 4 синдромға тұр да. Значит, низкий риск болса, қорқудың қатты қажеті жоқ. Вот, сосын мына жердегі УЗИлер бар. УЗИ бірінші триместрде түсетін. Яғни біз тағы не өтесіз? Жалпы қан анализін тапсырасыз, жалпы зәр анализін тапсырасыз, бак посев мочи, то есть зәрді бак посевке тапсырасыз, мазок на онкоцитологию, то есть онкоцитология қандай жағындығына міндетті түрде алу керек. Сонымен қатар қан тобын анықтаймыз, резус факторыңызды анықтаймыз, сонымен қатар УЗИ түсіреміз, генетикалық скринингке жібереміз, сонымен қатар РВ дегеніміз бұл сифилис. Сифилиске және ВИЧке қан тапсырасыздар, міндетті түрде. Одан кейін сіздерде бойыңызды және салмағыңызды өлшейміз. Сосын индекс массы тела шығарамыз біздер. Яғни индекс массы тела бізде 18 бен 25-6 аралығында болу керек. Егер 25-тен жоғары болатын болса, 25-тен 28-ге дейін сізде избыточная масса тела, ал 28-ден жоғары уже ожирение болады. Оны қалай есептейміз? Мен қазір алдағы уақыттарда тағы көрсетеміз. Жүктілік кезіндегі салмақ қосу деген жерде. То есть сіздің бойыңызды 2 есе көбейтесіз да, оны салмаққа бөлесіз. То есть бойыңызды 2 есе көбейтіп, салмақты сол 2 есе көбейтілген бойға бөлесіз. Тағы да мына жерде қазір көрсете кетем алдағы уақытта. Соны біле жүріңіздер. Егер сізде ожирение болып жатса, міндетті түрде сахарға, то есть глюкозаға қан тапсырасыз. Міндетті түрде. Мынау вот УЗИ скрининг, мынау сол жақтағы УЗИ протокол. Сол жерде жазылып тұрады ТВП, КТР деген. Міне, УЗИде былай көрсетіледі. Бұл КТР мен ВПР не үшін керек? Балада врожденный порог, немесе хромосомные какие-то заболевания бар ма, жоқ па, соны білу үшін керек. Мына жерде міне баламен, мойнымен жаңағы матканың арасында өлшемді өлшейді. Бұл толщина воротниковой зоны деп аталады. Ал мынау КТР. Бірінші 10-12 аптада УЗИге түскен кезде сол жерден размерлерін көрсеңіз болады, жазулы тұрады. Одан кейін айта кететін нәрсе, сіздер гинекологқа каждый месяц только айына бір-ақ рет келесіздер. Егер де сізді еш нәрсе мазаламаса, жүктілік кезіндегі қауіпті белгілер болмаса да, жүктілік кезіндегі қауіпті белгілер, оған нелер жатады? Жүктілік кезінде қауіпті белгілерге, мысалы, жүктіліктің ерте срокында қан кету, үлкен сроктарда су кетіп қалу, сонымен қатар үлкен сроктарда негізі бала 18 аптадан кейін қимылдайды да. Егер содан кейін
18-19 аптадан кейін, то есть егер баланың қимылдамай қалатын болса, бір сағаттың ішінде бала мүлдем қимылдамайтын болса, грипп болып ауырсаңыз, температурасы көтерілсе, сонымен қатар хронический заболеванияларыңыз болса, сол асқынып кететін болса, давление көтерілетін болса, жүрек айну, құсу көп, 10 реттен көп болатын болса, понос болатын болса, бұндай кезде бірақ келе бересіздер, да? Ал егер онда еш нәрсе мазаламай, жатырыңыз тонуста болмай, то есть ішіңіз ауырмай, бәрі нормальный болатын болса, айына бір-ақ рет келесіз, және айына тек қана моча ғана тапсырасыз. Моча, яғни зәр. То есть белокқа тапсырасыздар. Міндетті түрде белокты тексеріп отырамыз. Ал босануға жақындайтын уақытыңызда аптасына 2 аптада бір рет барып тұрасыз. Тек қана моча тапсырасыз. Ал қалған нәрселерді сіз показания бойынша өтесіз. Енді екінші триместрде қандай анализдер өтесіз? Бұл 19 және 22 аптадағы ультрадыбыстық зерттеу өтесіздер. Негізі біздің Қазақстанда протокол бойынша екінші скрининг кезінде генетикалық скрининг жоқ. Бірақ сіз, например, да, кейбір әйелдер болады, 10-12 аптадан кешігіп қалып, учетқа 15 аптада тұру мүмкін, да, мысалы. Сөйтетін болса, кешігіп қалатын болса, онда сіздер генетикалық скринингті платный тапсырсаңыздар болады, яғни ондай анализдер Олимп деген лабораторияларда болады, соған тапсырсаңыз болады міндетті түрде. Одан кейін міндетті түрде зәрде белокты анықтаймыз, ол 0,033-тен көп болмауы керек. Одан кейін қаныңыз егер аз болатын болса, қайтадан қан тапсырасыз. То есть сізге бірінші лечение береді, содан кейін қанды қайтадан тапсырасыз. Қаныңыз аз болса, тем более еще железаға тапсыруыңыз керек, яғни темірге қан тапсырасыз. Содан кейін сифилиске тағы да екінші рет тапсыру керек, уже екінші триместр кезінде. Енді 28-42 аптада не істейсіздер? Жұмыс жасайтын жүкті әйелдер уже 3-ші триместрде, яғни ровно 30 аптада декретке кетеді. Сонымен қатар бұл кезде қандай анализдер тапсырады? Қайтадан жалпы қан анализі, зәр анализі, сосын ВИЧ-ке екінші рет тапсырасыз. Ал РВ-ға, то есть сифилиске уже 3-ші рет міндетті түрде тапсыруыңыз керек. Сонымен қатар, егер сіздер қараңыздар жүкті әйелдер, сіздерде обильный выделение, запахым, иісі бар, сондай жағымсыз выделение көп, немесе творожистый, қышып, ашып жүретін болса, міндетті түрде гинекологқа барып, соны айтыңыз. Сізден мазок алады, обязательно мазок на флору. Соған қарай лечение береміз. То есть, қандай лечение бере аламыз? Біз только свечи ғана назначить ете аламыз. Желательно после 12 недель. То есть, міндетті түрде 3 ай өту керек. 12 аптадан кейін біздер жергілікті свечалар тағайындай аламыз. Өйткені олар только жергілікті ғана әсер етеді, системный әсер етпейді, балаға да әсер етпейді. Сол үшін қорықпасаңыздар болады, қыздар. Енді қараңыздар. Жаңа сіздерге айттым, ай сайын тек моча ғана тапсырып отырасыздар, және 36, то есть әр ай сайын бір рет келесіздер, арқарда 36 аптадан бастап 2 аптада бір келіп тұрасыздар. Одан кейін мынау мысалы сіздерге үлгі ретінде көрсетіп қойғаным, мочана белок мына жерде қатты көрінбей тұрған болуы мүмкін. Негізі мочада белок, өздеріңіз бақылап жүріңіздер. Белок деген жерде 0,033, содан көп болмау керек. Если 0,033 болатын болса, это норма. Главное, бактерий, соли, эритроциты, сондайлар болмауы керек. Если сондайлар шығып жатса, например, көп ол кезде, онда терапевтке барып, сіз лечение алуыңыз керек міндетті түрде. Хорошо? 0,033-тен көп болмау керек. Соны жаттап алыңыздар. Енді, вообще, ұрықтануға келетін болсақ, негізі ұрықтану дегеніміз не? Яғни аналық жасушасы мен аталық жасушасының қосылуы. То есть овуляция уақытында екеуі қосылса, бізде ұрықтану, то есть оплодотворение жүреді. Ол 5-6 күннің ішінде трубаның бойымен жүріп, маткаға түсіп, эндометрий қабатына бекейді. Содан кейін ол уже эндометрийге бекіген эмбрион, ол кішкентай эмбрион, ол 8 аптаға дейін эмбрион дейміз. Ал 8 аптадан ары қарта оны уже рух деп айтамыз, плод дейміз, да? То есть 8 аптаға дейін эмбрион, после 8 аптадан кейін ол плод, уже ребенок, да? Енді жүктіліктің срогын қалай есептейміз? Негізі бұрыннан келе жатқан әдіс, бұл бізде
етек кіріңіздің, сіздің соңғы етек кіріңіздің, то есть соңғы рет келген етек кіріңіздің бірінші күнінен бастап есептейміз. Арнайы программа бар. Егер керек болса маған жазыңыздар, сіздерге видео ретінде түсіріп жіберемін. Өздеріңіз для себя, чтобы есептеу үшін дата родов деп аталады. Самсунгтарда болады ол көбінесе. Яғни бірінші триместр, көбінесе самый достоверный это бірінші УЗИ. Бірінші УЗИ, то есть сіздің 10 аптамен 13 апта 6 күн аралығындағы түскен УЗИңізбен де есептеуге болады. Сонымен біз көбінесе есептейміз срокты әйелдің. Бірақ соңғы етек кіріңіздің бірінші күні арқылы да есептеуге болады. Сонымен қатар болжамалы босану уақытын, оны қалай есептейміз? Мысалы, сіздің етек кіріңіздің соңғы етек кіріңіздің бірінші күнінен 3 айды алып тастаймыз да, оған 7 күн қосамыз. Сол сіздің болжамалы босану уақытыңыз болады. Енді вообще енді баланың ұрықтың дамуына тоқтала кетейік. Жаңа айтқанымдай 8 аптаға дейін бізде ең бірінші баланың миы. Біз не үшін бірінші триместр маңызды деп айтамыз? Өйткені баланың миы дамып келатыр. Ол кезде ешқандай антибиотик, ауырмауға тырысу керек, антибиотиктер көп ішпеуге тырысу керек, потому что баланың миы бірінші дамиды. Сол кезде баланың, если мысалы сіз антибиотиктер көп ішіп қоятын болсаңыз, немесе білмей қалып та, мысалы сіздің өзіңіздің жүкті екеніңізді білмей қалып антибиотиктер көп ішсеңіз, немесе жаңағындай қатты ауырып болып, грипп болып, вирусный инфекция бола түсетін болса, ол баланың в первую очередь миына әсер етуі мүмкін. Сол үшін ең бірінші жаңағы көптеген замершая беременность, жаңағы түсік дегендердің көбісі осы бірінші апталарда болады да. Соны болдырмас үшін сіздер бірінші триместрде әсіресе өздеріңізді өте қатты күтулеріңіз керек. Ең бірінші сол кезде миы, нерв жүйесі, плацента дамиды. Сонымен қатар уже 6 аптадан бастап эмбрионның жүрек соғысы естіледі. То есть сіз 6 аптаға, мысалы біз замершая беременность балада бар жоғын сол арқылы біле аламыз. То есть 6 аптадан арғарта баланың жүрегі соғып тұру керек. Оны только УЗИ арқылы ғана білеміз. Сонымен қатар уже көзінің, құлағының, мұрнының закладкалары пайда бола бастайды. Потом енді қараңыздар, 9-12 апталарда уже алғашқы тістердің орындары пайда болады. Бұлшық еттер мен сүйектердің тоже орындары, яғни закладкалары пайда болады. 13-16 аптада баланың уже сыртқы жыныс органдары дамиды. Ушная раковина пайда болады. Бала уже ести бастайды, жұтынуды үйрене бастайды, мойны пайда болады балада. И бала фетальный зәр бөледі. Яғни, потом 17-20 аптаға тоқталайық енді. 17-20 аптада баланың уже аяқтары мен қолдары дамиды. Не үшін? Баланың шевеление плода дейді, бала қозғалысы. 18-19-20 аптадан арғарта уже сіз баланың қимылын сезе бастайсыз. Неге? Өйткені сол кезде баланың уже аяқ қолдары дамиды. Ол аяқ қолдар дамығасын қозғалады да. Қозғалған сайын сіз сезесіз. Яғни, алғашқы апталарда баланың қозғалысы балықтың жағы жүзіп жүргені сияқты чувства болуы мүмкін. Баланың жүзіп жүрген сияқты. Сонымен қатар кейін уже сіздер тепкенін уже жайлап сезе бастайсыздар. Одан кейін балада уже фетальный моча, зәр пайда болады. Яғни, зәр қалай пайда болады? Ол қағанақ суына айналады зәрі. Мысалы қараңыздар. Бала әртүрлі плацента арқылы сізден қоректік заттерді өзіне алады да бала. Оны плацента арқылы алады, яғни ұрық жолдасы деп айтады қазақша. Сол плацента арқылы барлық қоректік заттардың барын бала өзіне алады, қорытады, сөйтіп өзінің почкалары арқылы моча, яғни зәрін шығарады сыртқа. То есть сиетті зәрін шығарады. Зәрін шыққаннан кейін оны кейін айналдырып жұтып отырады. То есть бала қалай, баланың айналасында су пайда болады. Сол су, оның баланың зәрі деп айтсақ болады. Бала жұтады, зәр бөледі, жұтады, зәр бөледі, сөйтіп
айналым жасап тұрады, баланың айналасын сөйтіп су қоршап тұрады. Ол балаға өте қорғанышты қызмет атқаратын нәрсе. Одан кейін 25-28 аптада уже өкпесі дами бастайды, басының шаштары өсе бастайды. Уже 33-36 аптада бала тұрақтанады. Мысалы, көбісі айтады, 33, 34, 35 аптада бала аяқпен келіпті, жамбаспен келіпті, бала қозғала ма дейді. Негізі 90% жағдайда оның баланың қозғалуы мүмкін емес, өйткені бала не істейді? Бала өсіп кеткен, бүткіл матканы алып жатыр, түгел өскеннен кейін енді оны қозғалатын жер жоқ, қозғала алмайды, то есть тұрақталып қалады. Көбінесе уже тазовыйда айналуы өте қиын. Бірақ бұл срокқа дейін тазовый болса айналуы мүмкін. Акушерский айналдыру арқылы да айналдыруға болады, но в принципе қайтадан орнына келіп қалуы да мүмкін. Енді оны индивидуально босану уақытында шешілетін нәрсе ол. Енді сіз өзіңіздің жүкті және жүкті емес екеніңізді қалай білесіз? Яғни алғашқы апталарда уже сізде жүктіліктің белгілері пайда бола бастайды. Ең бірінші белгісі ол етеккірдің кешігуі, одан кейін не болады? Сүт бездерінің ісінуі, ауруы, лоқсу, құсу, то есть токсикоз пайда басталуы, цистит болуы мүмкін. Кіші дәретке көбірек бара бересіз, беліңіз, ішіңіз ауруы мүмкін, изжога пайда болуы мүмкін да. Сонымен қатар қараңыздар, кейбір әйелдер болады да, жүктілікті тест арқылы тексерген кезде отрицательный шығады. Негізі қыздар айтатын нәрсем сіздерге, кейбір тест на беременность негізі ХГЧ-ға негізделген ғой, то есть алғашқы апталарда ХГЧ пайда болады да. То есть кейбір тесттер, арзан тесттер өтірік көрсетуі мүмкін. 100 теңгелік тесттер әсіресе өтірік көрсетеді кейде. Сол үшін сіздер повторно қымбат тесттер алып көріңіздер. Мысалы, мен әсіре көрсетейін. Мынандай әртүрлі тесттер бар, фрау тест, эви тест деген сияқты да. Сондай қымбат немесе мынандай струйный тесттер болады, сол тесттерді алып көрсеңіздер болады, немесе өздеріңіздің құрбыларыңызға солар рекомендовать ете аласыздар. Егер мысалы етеккірі кешігіп, бірінші, екінші күндері дұрыс көрсетпей жатса да, қымбат тест алып көргендері дұрыс, немесе бір-екі күннен кейін қайтадан повторно жасаса болады. Даже если соның өзінде көрсетпей жатса, қан тапсыруға болады, ХГЧ-ға қан, потому что мочадан көрі ХГЧ қанда бірінші пайда болады. Қан точно көрсетеді, то есть сізде беременность бар ма, жоқ па. Енді бізде келесі тақырып бұл ұрықтың қимылдауы. То есть жаңа айттым да, бала ұрықтың қимылдауы уже 18, 19, 20 аптадан басталады. Бірақ көп босанған әйелдер ертерек сәл сезіну мүмкін. Мысалы 17 апталарында, кейбір 16 аптада сезініп қалуы да мүмкін. Қараңыздар, бала кейде бірақ қимылдамай қалады. Қай кезде? Мысалы, сіз көп жұмыс жасап қоясыз, например, үйде қонақтар көп келеді да, мысалы, или үйде істейтін жұмыс тірліктер көп болады, немесе біреумен ұрысып, стрессте жүрген болсаңыз, сіз баланың қимылдағандарды сезбей қалуыңыз мүмкін да, 1 сағаттың ішінде. Бірақ егер 1 сағаттан, то есть 90 минуттан, егер 60 емес 90 минуттан көп баланың қимылын мүлдем сезбесеңіз, сіз гинекологқа міндетті түрде барыңыз, тыңдатыңыз, болмаса УЗИ түсіріңіз, потому что ол болмайды да. Сіз тағы қай кезде сезбеуіңіз мүмкін. Но бала 1 сағаттай примерно ішіңізде ұйықтап жатуы мүмкін да. Сол кезде ғана сезбей қалуыңыз мүмкін, және көп жұмыс жасап қойып стресс болса. Сонымен қатар сізде су көп болса, баланың айналасында су көп болса, тоже сезбей қалуыңыз мүмкін, қыздар. Одан кейін келесі ұрық кардиотокографиясы деген бұл КТГ деп аталады. Көбінесе бұны үлкен сроктарда біз жасаймыз. Яғни какой-то нарушение болатын болса, например, қараңыздар, сіздердің УЗИлеріңізде су аз, то есть маловодие или многоводие деп тұрса, немесе сіздің егер қан резус факторыңыз теріс болып, сізде титр пайда болатын болса, мысалы, сол кезде біз міндетті түрде доплерге жібереміз. Немесе неоднородно околоплодной воды, суы таза емес деген кезде КТГ-ға және доплерге жібереміз. То есть КТГ бұл баланың жүрек соғысының қалай екенін анықтайды. Баланың жүрек соғысы нормада 110 мен 160-тың арасы. 110-160. Осы аралықта норма болуы керек. Көбінесе КТГ-ден көбісі сұрайды, бұл не емес па деп, зиян емес па деп. Негізі біз артық жібермейміз әйелдерді. Ол показания бойынша түсіріледі. Егер сізді гинекологыңыз показания бойынша түсіруге жіберіп жатса, міндетті түрде түсіңіздер, қыздар. Енді
жүктілік кезіндегі тамақтануға тоқтала кетейік. Енді ол как бы қараңыздар, жүкті әйел мен обычный әйелдің тамақтануының ешқандай айырмашылығы жоқ та. Мысалы біздерде қарапайым әйелдердің өзі де дұрыс тамақтану керек. Не обязательно, чтобы жүкті кезінде дұрыс тамақтанып, былай кезде басқаша андай фастфуд деген сияқтылардың бәрін жей беру міндетті емес. Жалпы жүкті болсаңыз да, жүкті емес болсаңыз да, сіздер дұрыс тамақтануларыңыз керек, міндетті түрде. Құрамында витамины бар да, мысалы. Бірақ қараңыздар, фастфудты, мысалы, сіз кейбіреулер болады енді, пристрастие болады да, например, ол кезде жесеңіздер болады, но только, например, шектеп та өзіңізді, мысалы, айына 1 рет, немесе айына 2 рет хотя бы, максимум 2 рет та айына можно, например, фастфуд түрлері көп. KFC-ге мысалы көбісіміз қазір барамыз да, например, бургер жейміз, донер деген сияқтылар қызығамыз ғой, сондайларды көп жейміз. Можно, но 1 только или 2 раза максимум. Бірақ жүктілік кезінде әсіресе сіздер не только 1 адам, сіздер 2 адам үшін тамақ жеулеріңіз керек. Неге? Көп әйелдер мән бермейді, қан аз болады да, жүре береді. Қойшы деп. Зачем? Ондай болмайды, потому что ол қазір саған біленбеуі мүмкін, бірақ бала ертең босанғаннан кейін сен, бала өскеннен кейін ол баланың интеллектісіне, миына, ойлау қабілеттілігіне, іш құрылысындағы органдарының жұмыс жасауына сенің әсіресе жүкті кездегі ішкен жеген витамин тамақтарының бәрінің жағы әсері шығады в итоге. Сол үшін көптеген витаминдер ішу керек. Овощи, фруктылар, например, да. Сіздер мысалы қараңыздар, аш болсаңыздар, сразу жеңіздер да. Бірақ аз-аздан күніне көп реттен жеңіздер. Таңертең, например, каша, да? Каша, қандай овсяный каша бар, неше түрлі кашалар бар. Соған сіздер изюм қосып, банан қосып жесеңіздер болады. Обедтің жағы перекус кезінде алма, немесе йогурт различный, питьевой йогурттар әсіресе изжога кезінде өте жақсы көмектеседі да. Актимель, активия деген қазір неше түрлі питьевой йогурттар толып тұр ғой, соны ішсеңіздер болады для себя, өздеріңізден аямаңыздар қыздар. Бірақ андай етті жеңіздер, ет өте керек, өткен белковый да, бірақ наны бар заттарды көп жемеңіздер, үлкен сұрақты әсіресе. Сіздер қатты толып кетесіздер, еще баланың да салмағын вообще үлкейтіп жіберулеріңіз мүмкін да. Сосын, например, обедке суп, рисовый, например, да, рис буға піскен, котлеты, рисы, например, да, гречка деген сияқтыларды, да, көбінесе паровой. Соның супчиктері, мысалы, можно, да, и перекус кезінде де әртүрлі жаңғақтар, греческий, например, кешью, да, неше түрлі жаңғақтар бар ғой қазір, изюм бар, мысалы, соны кішкентай мынандай баночкаға салып алып, сумкаларыңызда алып жүріңіздер, өздеріңізге, бірақ оны тоже белгілі бір шектеуде ғана жеу керек. Кейбіреулер болады, арахисті алып алады да, бір банкісін жеп алады, бір отқанда бір банкісін. Ол болмайды қыздар, өйткені оны бір банкісін жеп аласыңдар, сосын потом не болады? Изжога пайда болады. Оның өзі масло бар, құрамында витамин Е бар. Витамин Е, то есть масланы көп жеп қойған сияқты боласында құсу мүмкінсің. Сол үшін аз-аздан все в меру болу керек та қыздар. Сонымен қатар алкогольді кейбіреулер ішеді, например, ол өте зиян. Даже вино болмайды қыздар. Мысалы, кейбіреулер виноны жаңа қан көбейтемін деп ішеді, ол вообще болмайды. Ол все равно құрамында спирт бар, балаға әсер етеді оның бәрі. Мына жерде сіздерге, примерно осындай бір сурет салып қойдық. Ренжімеңіздер қыздар. Енді жүктілік кезіндегі салмақ қосуға тоқтала кетейік. Қазір бір минут қыздар. Қыздар, сіздерге жаңа айтқан едім да, индекс массы телоны қалай өлшейсіздер деп. То есть сіздер бойыңызды 2 еселейсіздер, сосын салмақты бөлесіз 2 еселенген бойға, да, сол кезде индекс массы тела шығарады. Қараңыздар. Сіздерде примерно қараңыз, сіздің салмағыңыз аз, арық келіншек болсаңыз, сіз где-то 12-18 килограммнан артық қоспауыңыз керек. Міне орташа фигураңыз болатын болса, орташа салмақтағы әйел болсаңыз, 11-16 килограммнан аспау керек жүктілік кезіне қосқан салмағыңыз да. Но енді кішкене ожирениеңіз болатын болса, енді бұрын майларыңыз, салмақтарыңыз біраз болатын болса, сізде 7-11 килограммнан аспау керек қыздар. Өздеріңіздің салмақтарыңызға мән беріп жүріңіздер, артық жирный нәрселерді көп жемеңіздер. Енді витаминдерге тоқтала кетейік.
жүктілер үшін номері бірінші витамин. Жаңа айттым да, фолиевая кислота ол В9 деген витамин. Бұл В9 витаминін біз көбінесе, бізде организмде бөлінбейді көбінесе, сол үшін біз сырттан аламыз да, оны әртүрлі препараттардан. Кейбір негізі идеалды жағдайда жүктілікке дейін 3 ай бұрын ішу керек бұл фолий қышқылын. Егер қыздар түсінбеген сұрақтарыңыз болып жатса, маған потом жазыңыздар. Каждыйыңызға түсіндіріп айтып беремін. Бірақ сіздер менен сұрамас бұрын осыны отыйды оқып түсініп алыңыздар. Жарай ма қыздар? Потом міне қараңыздар. Витамин, жаңа көрсетіп кеттім ғой, бұл фолиевая кислотаның түрлері өте көп. Потом енді фолий қышқылын біз тамақтардың қандай түрлерінде болады? Горохта болады, фасоль, жұмыртқада, сүтте, авокадода, нут, рукола, спаржада болады да. Сонымен қатар фолий қышқылын не обязательно жүкті әйелдер. Жүкті емес әйелдерде ішсе болады. Неге? Бірақ аз количествода, да? Мысалы 163-200 микрограмм. Ол өмір бойына қабылдап жүре берсеңіздер де болады даже, потому что ол әйел организміне керек нәрсе. Өзіңіздің шашыңыз, например, да, барлығы жақсарады, өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Әсіресе кейбір әйелдерде незапланированный ребенок пайда болады да, бала өзін көтеріп қойған білмей алады. Сол кезде тіпті жақсы да, балада ешқандай ақаулар пайда болмайды. Ол керек емес. Бұл қандай витамин? Жаңа айттым ғой, спаржа, потом жұмыртқа, бауыр, капуста, осыларда то есть фолий қышқылы бар. Потом витамин D. Витамин D бізде бұл майда еритін витамин. Тоже біз витамин D-ны біз көбінесе көп әйелдерде қан тапсырған кезде аз шығады да, екесе аз. Неге? Біз өйткені көп витамин D-ны біз ультрафиолетовый солнце, то есть күннен аламыз да. Бірақ біз күнде мысалы көп жүрмейміз ғой. Жүрсек азғантай уақыт жүруіміз мүмкін да. Бірақ белгілі бір өзімізге количество деңгейде жүре алмаймыз да. Сол үшін бізге обязательно витамин D-ны сырттан қабылдау керек та. Оның даже беременностьқа, жүктілікке де әсері бар. Жұмыртқаның сарысында болады екен витамин D, сары майда болады. Балықтың бауырында, лососта, селькте болады. Даже если болмаса, сіздер витамин D-ны осындай препараттар арқылы ішсеңіздер болады. Сіздерге 1600 немесе 2000-дық единица түрлері болады. Но айхеровтың витаминдері. Мен өзім көбінесе осыларды употреблять етем. Потому что бұлар жаңағы дәлелденген, эксперттерден өткен, яғни сертификаттары бар. Бұлардың құрамдары тоже зерттелген жақсы витаминдер деп айтсақ болады. Өзім осылардың витаминдерін көп қолданамын. Даже если болмаса да, аптекаларда толып тұр витамин D десеңіздер. D3 Force деген витамин бар. В общем, көп өте түрлер, аптекадан сұрасаңыздар. Болмаса айхеровтың даже магазиндері де бар, интернет-магазиндері іздесеңіздер. Болмаса менен сұраңыздар. Мен сіздерге атауларын бетіп жазып жіберем, может көрсетемін. Потом беременность кезінде тағы керек нәрсе бұл йод. Йод міндетті түрде керек. Әсіресе андай зоналар болады ғой, арыс деген сияқты, жаңа семей, сондай полигонный зоналарда тұратындарға әсіресе йод керек. Йод ол жаңағы зобтың алдын алады, например, да, немесе қалғанша безінің аурулары бар жүкті әйелдерге тоже йод керек міндетті түрде. Дозасы 250 микрограмм. Негізі балаға да ол йод керек, потому что баланың да өзінің гормондары пока аз болады ғой, сол үшін жүкті әйелден алады ғой гормондарды, йодты да. Йод ол балаға Т3, Т4 деген тиротропный гормондарды бөлу үшін қажет. Ол сіздің өзіңіз үшін де қажет. Йодтың түрлері өте көп. Мысалы, мынандай ядофол деген таблетка бар, соны ішсеңіздер де болады, потому что құрамында йод бар и фолиевая кислота бар. Болмаса, кәдімгі простой ядомарин бар ғой, соны ішсеңіздер де болады. Бөлек-бөлек, да? Енді тағы бізге керек нәрсе бұл омега-3. Это тоже самый важный керек витамин. Неге? Өйткені омега-3 бізде сіздің памятіңізді жақсартады, тырнақтарыңыздың, шаштарыңыз жағдайы жақсарады, баланың миын, то есть интеллектісін дамытуға өте күшті әсер ететін витаминдер. Бұл мысалы біз қазақтар негізі балықты көп жемейміз ғой, соның есебінен бізге омега-3 вообще жетіспейді. Бірақ қараңыздар қыздар, сіздер омега-3-ді таңдаған кезде құрамында не болу керек? Міндетті түрде кейбір андай фирмалардың бар ғой, әртүрлі маған сұрайды. Фирмалардың жаңағыдай витаминдері бар да, омега-3-дің құрамын қарап көрсем,
құрамында EPA және DHA деген жоқ. Мына жерде қараңыздар, жазып қойдым да, EPA және DHA, экозапентагеновая және докозагексаеновая деген осы екі кислота міндетті түрде болу керек. Кейбіреулерінде только рыбий жир ғана болады да, осы екі кислота болмайды, значит ол не хорошее, то есть дұрыс емес омега-3 деген сөз, қыздар. Сіз дұрыс емес омега ішіп жүрсіз деген сөз. Бірақ ана мен өзім қолданатын айхербтың витаминдерінде бұлар бар. Міндетті түрде артын тексерген кезде қараңыздар, EPA, міне қараңыздар, DHA деген тұр. Мына жерге омега-3 мен салмай кетіппін. Ничего страшного, если сіздерге керек болса, мен сіздерге суреттерін тағы да жіберемін, хорошо? Мына жерге еле түспей қалған. Негізі бар етін мен слайдымда. Енді қаназдыққа тоқтала келейік. Вообще гемоглобин бізге не үшін қажет? Бізде гемоглобин әсіресе жүкті әйел үшін ол барлық сенің әйелдің, жүкті әйелдің ішкен жеген тамақтарының, питательный заттарының, микроэлементтерінің бәрін таскать ететін, то есть таситын зат деп, қан элементі ол. Тасиды, бәрін тасиды. То есть егер сенің, например, гемоглобиның аз болса, ол қайдан тасиды? Таси алмайды ол балаға. То есть питательные веществолар, питательный заттар, микроэлемент никак бармайды, потому что у тебя қаның аз, гемоглобиның жоқ, темір аз. Кейбір әйелдер бар, ой, қан азбын, мені всегда беременность кезінде осындай қаным аз болып жүре береді, ой, құрсыншы деп жүре береді. Конечно, ол ертең сосын баласы әлсіз болып туылады, ол баладың интеллектіні дұрыстамайды, бойының өсуі, мысалы салмақ қосуы деген сияқты оларды азайып кетеді. Сол үшін жүктілік кезінен бастап дайындау керек ондай нәрсені. Қаның аз болса, мысалы қараңыздар, қан аздықты бізге қайда? Негізі нормада 120-130 болу керек жүкті әйелде. Егер қаныңыз 120-дан 90-ға дейін болса, орта дәрежелі, жеңіл дәрежелі, 90-нан 60-қа дейін орта дәрежелі, 60-тан төмен болса, біз ауыр дәрежелі анемия деп айтамыз. Оның қандай? Мысалы, сіз қаныңыз аз болса, сіз постоянно әлсіз болып жүресіз, одышка болуы мүмкін да, тамақтарға деген табитіңіз болмауы мүмкін, аяқ қолдарыңыз, тырнақтарыңыз құрғап кетуі мүмкін, шаштарыңыз көп түсуі мүмкін да. Сосын андай бор, әртүрлі жандай кесек бар ғой, сондайларды жеуге деген ынталаныс болуы мүмкін, пристрастие. Сонымен қатар бензиннің әртүрлі иіскегілеріңіз келуі мүмкін, ацетонның, әктің да. Сол бұл көбінесе қаназдықтың белгісі. Егер общий анализ крови, то есть жалпы қан анализ тапсырған кезде қаныңыз аз болса, міндетті түрде железаға қан тапсырасыздар. Егер железаңыз төмен болса, препараты железа ішіңіздер. Сонымен қатар айтатын нәрсе, кесек жемеңіздер. Кесек жеген сайын сіздерде іш қату болады. Сонымен қатар балада кишечниктерінде кальцинат пайда болуы мүмкін. Сіздер өздеріңіз просто қорқып қаласыздар. УЗИ-лардан көрсетіп тұрады ондай. Хорошо, қыздар, жемеңіздер. Одан да қан көбейтетін препараттар ішіңіздер. Потом қан көбейтетін препараттар қандай? Мынандай феркайл және түрлері өте көп, шынымды айтсам бар ғой. Оны сізге бірақ өзіңіздің гинекологыңыз тағайындаған дұрыс та. Қараңыздар, егер ауыр дәрежеде болса, біз көбінесе укол тағайындаймыз басында да, 7 күнге немесе 5 күнге немесе 10 күнге укол тағайындаймыз. Арқарта таблеткамен жаңағы поддерживать етіп жүреді да, поддержка ретінде ұстап отырады таблеткамен. Бірақ таблетканы сіздер үзбей ішулеріңіз керек. Қараңыздар, егер сіздер таблетканы үзбей ішсеңіздер ғана қандарыңыз көтеріледі да. Егер бірде ішіп, бірде ішпей жүрсеңіздер, ол никак қаныңыз көтерілмейді. Гемоглобиніңіз көтерілмейді вообще. Сонымен қатар тағы бір айта кететін нәрсе, сіздер қыздар кальций препараты мен мына қан көбейтетін препараттарды бірге ішпеңіздер. Өйткені бұлар бір-бірінің жаңағы әсерлерін басып тастайды. Сосын не қаныңыз көбеймей қалады, не кальцийіңіз көбеймей қалады. Сонымен қатар бұл қан препараттарын, то есть қан көбейтетін препараттарды сіздер желательно тамақтан кейін ішіңіздер. Өйткені сіздерде бұл темір препараттар ауызда бір түрлі дәм шақыр шығару мүмкін, іш алмауларыңыз мүмкін. Енді келесі. Жүктілік кезіндегі спорт. Вообще негізі жүктілік деген бұл патология емес ешқандай. Бұл физиологический жағдай. Бірақ та нужно учитывать. Вообще физическая нагрузка можно себе позволить во время беременности. Немесе жаяу жүру, мысалы да, парктерде, жолдарда, немесе үйде жеңіл тірліктерді істеуге, например, да, болады.
йогамен айналысу, интернетте түрлі йоганың түрлері көп та, йога немесе медитация, кішкене өз-өзіңізді успокоить етіп, да, сонымен қатар жеңіл легкий жаттығулар болады ғой, соларды жасауға болады, бірақ ішке нагрузка түсірмейтіндей. Кейбір әйелдерге бірақ запрещен. Қандай әйелдерге? Мысалы, мына қараңыздар, мына суреттегі сияқты түрлері өте көп, интернеттен көрсеңіздер болады, жаттығулар негізі рұқсат етілген, бірақ қандай кезде рұқсат етілмейді. Егер қараңыз, қан қысымыңыз, давлениеңіз 130-дан көп болады, 140-тан көп болатын болса, аяқ қолдарыңыз қатты ісініп жүрсе, зәріңізде белок пайда болса, суыңыз кетіп қалса, ішіңіз тырысып жүрсе, то есть тырысып деген толғақ сияқты, ай толғақ болып жүрсе, постоянно қан кетіп жүрсеңіз, немесе рубец болатын болса, предыдущий операциямен босанған болсаңыз, анемияңыз өте ауыр дәрежелі болатын болса, баланың өсуі тежеліп жатқан болатын болса, онда сізге шектеген дұрыс. Сонымен қатар жүктілік кезінде ұшуға болады ма дейді. Негізі енді қазір бұл тема актуальна емес, 1 минут. Қазір білесіздер да, жол жүрудің бәрін шектеп тастады карантинге байланысты. Бірақ енді кейін болашақта карантин біткеннен кейін рұқсат берілетін шығар, наверное. Бірақ для себя өздеріңіз үшін білгендеріңіз дұрыс. Желательно ұшуға болады 2-ші триместрде. То есть 1-ші триместр дегеніміз 3 айға дейін желательно ұшпағандарыңыз дұрыс. Неге? Өйткені барлық замершая беременность, баланың жүрегінің соқпай қалуы және выкидыштары көбісі осы 1-ші триместрде болады. Ары қарта спокойно, аман-есен 1-ші триместріне өтсеңіз, уже 2-ші триместрде қорықпай ұша берсеңіздер болады. Яғни ешқандай патологияңыз болмаса, жаңағындай давление, отеки, варикоз, геморрой, да, мысалы, су кетіп қалу, ай толғақ деген сияқтылар болмайтын болса, ұшуға болады. Бірақ міндетті түрде варикозыңыз болса, аяғыңызға эластичный чулки алып жүріңіз, ішіп жүретін майздарыңыз, аяғыңызға жағатын препараттарыңыз болса, оны алып алыңыз міндетті түрде. И парацетамол, температураңыз көтерілетін болса, міндетті түрде парацетамолды алып алыңыз. Өзіңізге первая помощь көрсететін заттарды міндетті түрде алып алғандарыңыз дұрыс. Жаңағы айтқандай қарсы көрсеткіштер бұл судың кетуі, жаңағы давлениенің көтерілуі, ерте босану, қан кету, сондай сияқты әртүрлі нелер. Потом сонымен қатар енді жүктілік кезіндегі жыныстық қатынас. Бұл айтты, жаңада тағы да айта кетейін сіздер қыздар, жүктілік бұл ешқандай да патология емес. Жүктілік кезінде жыныстық қатынас болады да, бірақ шектеу қажет қай кезде. Егер сізде ранний срокта сіздерде угроза болып жүрсе, қан кетіп жүрсеңіз, немесе үлкен сроктарда суыңыз кетіп қалса, егер ранний срокта сізде гематома бар деп айтса, субхореальная гематома, немесе низкая плацентация деп берсе, онда хотя бы 2-3 аптаға сіз половой контактты шектеуіңіз керек. Угроза болса да. Бірақ егер онда ешқандай нәрсе жоқ, өзіңізді керемет сезінсеңіз, если алдыңғы беременность кезінде кесаремен босанып, сол кесареваның жаңағы рубецтерінің орны ауырмайтын болса, өзіңізді тамаша күшті сезініп жүрсеңіз, можно. Вообще былай да можно, да, осында ешқандай патология болмаса. Енді жедел респираторлық инфекциялары, яғни грипптерге тоқтала кетейік. Вообще көбінесе вирус ЖРВИ, то есть орвилардың, то есть грипптің ең көп қоздырғыштау бұлар вирустар. Қазір тем более актуальны бұл сұрақтарда. Білесіздер, қазір сіздерге айтып жатыр, көпшілік орындарға шықпаңыздар, үйде отырыңыздар, көшеге шықсаңыздар, маска тағып жүріңіздер, әртүрлі эскалатордың, например, да, бір жерлердің ручниктерін көбірек ұстамауға тырысыңыздар. Қолдарыңызға всегда антисептик ұстап жүріңіздер деп жатыр, да? Соның бәрін действительно сақтаңыздар. Қазіргі тем более коронавирус, не только коронавирус, бүткіл грипптің вирустарының барлығы ауалы тамшылы жолмен жұғады. Например, да, бір қасыңыздан өтті, түш көрді ма, бітті, уже сіздің де ауруыңыз мүмкін, да? Немесе бір жерлерге барған кезде де тоже. Даже если больницаға барғанның өзінде де. Осындай былай қарап өтсін, қарапайым да гигиеналық заттар. Бірақ бұны сақтауыңыз керек. Сақтамасаңыздар, уже біттіңіздер. Ауырасыздар, ауырсаңыздар қалай? Ол грипп, вирус балаға әсер етеді, өзіңізге әсер етеді.
Вообще кейбір грипптер өте қатты асқынып кетеді, біз уже инфекционный больницаға жібереміз. Кейбір әйелдер мән бермейді, үйінде жата береді, лечение аламын деп, ананы істеп мынаны істеп. Бірақ егер тяжелый асқынып жатқан болса, міндетті түрде гинекологқа барып больницаға жатып ем алғандарыңыз дұрыс, асқынбай тұрғанда. Асқынулар қандай болуы мүмкін? Ол инфекционно-токсический шок, ерте босанып қоюы мүмкін. Кейбір әйелдер ранний срокта ауырса выкидыш қалып келуі мүмкін, баланың дамуы өте жиілеуі мүмкін, балаға әсер етуі мүмкін, да, в первую очередь. Мына жерге сіздерге профилактикасын, қолды жуу деген сияқты әртүрлі профилактикалық іс-шаралар жазылып тұр. Өздеріңіз үшін көріп алсаңыздар болады. Енді еміне тоқтала кетейік. Егер де мұрныңыз бітеліп, немесе мұрныңыздан су ағып жүрсе, мұрынды міндетті түрде солевой раствор, аптекада сатады солевой раствор, немесе өзіңіз қолдан жасасаңыздар болады солевой растворды, сонымен мұрынды шаясыз. Немесе оксиметазолины бар, міне астында жазулы тұр, називин деп тұр. Бұның құрамында оксиметазолин бар. Сондай каплялар қолдансаңыздар болады мұрынға. Сонымен қатар тамақты фурацилинмен, немесе тұзды сумен, немесе содамен 5-6 рет қайта-қайта шаясыздар. Шайғанда да дұрыстап шаясыздар. Тамаққа ана жылы су, жылы не тиетіндей қылып та тамағыңызға. Кейбіреулер өтірік аузын шаяды да. Конечно, аузын өтірік шая бергесін, ол әсер етпейді. Тамақта тұр, тамаққа қарай бүйтіп қырылдатып, дұрыстап шайыңыздар шайған кезде де. Температураңыз көтерілсе, уже температура кезінде парацетамол ішуге болады жүкті әйелдерге. Бірақ температураңыз көтерілсе, міндетті түрде гинекологқа барыңыз, инфекционистен өту керексіз. Сонымен қатар жылы обильный теплое питье, то есть жылы суды көбірек ішулеріңіз керек. Лимонмен чай, малинамен чай тоже можно. Енді вакцинацияға тоқтала кетейік. Негізі көбісі вакцинациядан отказ жасайды. Негізі бұл вакцинацияның гриппке қарсы ешқандай негізі көбінесе жаман жақтары жоқ, наоборот жақсы сіздерге. Біз көбінесе жүктілерге вакцинацияны октябрь-ноябрь айларында жүргіземіз да, жаппай. Бірақ енді өзіңіз қаласаңыз отказ жасасаңыз болады, бірақ отказной расписка жазып бересіз да. Бірақ негізі алғандарыңыз дұрыс, потому что даже если сіз грипппен болып ауырсаңыз, сізде вакцинация болатын болса, сізде тяжелый течениемен өтпейді, жеңіл легкий түрде өтіп кетеді да. Бірақ оның эффектісі 1 жылға дейін сақталады. Енді токсикоз. Токсикозға тоқтала кететін болсақ, вообще токсикоз не үшін пайда болады? Бізде былайда жүктілік түзілді, пайда болды, и жүктілік пайда болғаннан кейін бізде организмде прогестерон деген гормон бөлінеді. Сол прогестерон гормон бізде ішектерді, асқазандарды, өңештерді бүйтіп жиырылтады да. То есть жиырылғанда дұрыс жиырылтпайды, өзінің жұмысын дұрыс жасамайды. Сол үшін біздің ішкен жеген тамағымыз кері қарай лақтырылады. Содан бізде изжога, құсу, лоқсу содан пайда болады. Негізі көп процент жағдайда бірінші триместрлерде ол көбінесе өтіп кетеді да. Кейбір әйелдерде ол босанғанға дейін созылуы мүмкін. Дәрежесі бар. Егер күніне 3-4 рет құссаңыз жеңіл дәреже, 6-7 рет құссаңыз орта дәреже, 10-нан көп құссаңыз уже ауыр дәреже. Ескере кететін жайт. Егер де ішкен жегеніңіздің бәрін құсып 10 реттен көп құсатын болсаңыз, сізді міндетті түрде больницаға жату керек. Неге? Өйткені сіз басыңыз айналып құлап қалуы мүмкін. Өйткені сізде водно-электролитінің баланс бұзылып жатыр. Сізге жидкость құю керек, чтобы сізді кішкене болса да жаңағы әлсіздікті басу үшін. Әйтпесе сіз истощаться етіп қатты арықтап кетесіздер. Ондай кезде ойнайтын нәрсеміз қыздар, больницаға жатқандарыңыз дұрыс, егер сізді жатқызып жататын болса. Жеңіл дәрежелер жаңа айтқандай, не істейміз енді сол кезде? Қараңыздар. Қарныңыз ашпай тұрып жеп бастаңыз. Жеңіл түрлерінде да, например, қарныңыз ашып, сразу жеңіз. Асқазан бос болса, ол одан сайын асқындырып жіберуі мүмкін. Жеңіл перекустар, сыр, например, сухарики да, азыдан жейсіз, құрамында қанты бар тағамдарды аз жеу керек. Сонымен қатар мятный конфеты, мятный чай тоже жүрек айнуды басады. Сонымен қатар суды көбірек ішіңіз, минеральная вода, немесе имбирный чай тоже можно. Сонымен қатар боржоми можно. Имбирный чай өте күшті көмектеседі, немесе имбирный конфеты, имбирный сироп, имбирный экстракция бар витаминдер, препараттар болады, аптекадан сұрасаңыздар болады. Тіпті
тіпті бұлар көмектеспесе, можно тогда уколы. Бірақ уколды ол дәрігер тағайындаған дұрыс. Церукал, цирулин деген сияқты түрлі препараттар бар. Оны бірақ енді вообще көмектеспей жатқан кезде тағайындауға болады. Сонымен қатар изжога кезінде не көмектеседі? Изжога кезінде көбінесе қыздарға мен райне беремін және гивискон беремін. Осылар өте жақсы көмектеседі. Жатыр тонусы дейді. Вообще қараңыздар, жатыр бізде жүкті емес кезде мынандай маленький кулак сияқты болады да. Беременность кезінде ол қараңыз, соның ішінен плод сияды, 2,5-3 килограмм, 3,5 килограммдық. Жанында су бар, плацентасы бар да, матканың өзі бар, бұлшықеті бар. Соншама созылып үлкейіп кетеді да. То есть ол бұлшықетті орган, яғни ол созылады да. Қазір ренжімеңіздер қыздар, кішкене аузым құрғап кетті көп сөйлегеннен. Енді ол жиырылатын орган да, то есть любой нәрсеге жиырылады, ответ қайтарады деген сөз. Мысалы қараңыз, жатыр, сіз жүкті болдыңыз. Егер сізде какой-то, например, нагрузка болса, мысалы үйде көп жұмыс жасап қойдыңыз, пол жудыңыз, ыстықтың қасында көп тұрдыңыз, немесе біреумен ұрысып қалдыңыз, немесе біреумен керісіп қалып жыладыңыз, немесе грипп болып ауырдыңыз, немесе жөтелдіңіз да, немесе половой контакт болды. Содан кейін ауырса, сондай болуы мүмкін. Неге? Потому что сіздің маткаңыз сізге ответ қайтарып жатыр. Сізге тыныштал деген сияқты ответ қайтарып жатыр да, өйткені ол сізге ответный вариант қайтарып жатыр, сізге демалу керектігін білдіртіп жатыр. То есть матка сондай нәрселерге может сокращаться в ранние сроки, да, алғашқы апталарда, орта екінші триместрлерде. Бірақ ол соңғы сроктарда 37-38, ол кезде уже тонуста болатын болса, ол уже толақ айналуы мүмкін. Біз толақ деп қалай айтамыз? Егер ішіңіз тас сияқты тырысып қалады да, сол ішіңіздің тас сияқты тырысып қалғаны каждый 5 минут сайын тоқтамастан бола берсе, это значит, у вас регулярные схватки. Регулярный схватки болса, шейка дайындалады, уже родыға жақындайды. Сол кезде уже мән беріңіздер, қыздар, өзіңіздің гинекологыңызға барып тексеріліңіздер. Бірақ кейбіреулерде болады да, бұсына ішінің тас болып қалуы 1 сағатта 1 рет или күніне 1 рет болады да, бұл уже ай толғақ деген сөз да. Яғни сонымен қатар ранний сроктарда, мысалы, көп жүріп келеді, әйел жолды көп жүріп келеді. Немесе түнде половой контакт болады. Немесе күні бойына жұмыс жасайды. Үйіне қонақтар келеді, көп жұмыс жасайды, сол кезде іші кішкене тырысып қалуы мүмкін да. Ол сондай ответ қайтарады. Кішкене демалып, аяғын көтеріп қойып, сәл өз-өзін күтіп жатса, оно может и пройти. Но кейбір біздер ранний сроктарда көбінесе ауырады да әйелдердің іші. Бұндай кезде препараттар береміз, біз прогестерон и физический половой покой деп міндетті түрде айтамыз. Соны ғана соблюдать еткен кезде ғана әсер етеді. А то құр таблетканы, сіздер прогестерон таблеткасы бар, көбінесе дюфастон отыражыстан береміз да. Дюфастон отыражыстанды ішіп алып, бірақ сіздер көп жұмыс жасап жүрсеңіздер или жылап отырсаңыздар да, например, ол, конечно, қоймайды ішіңіз. В первую очередь сізге физический, эмоциональный и половой покой керек. Түсініңіздер ғой. Соны ұғып алу керек та, өз-өзіңізді успокоить ету керек. Сол кезде ано ішіңіздің тырысқаны басылады да. Сіз успокоить етсеңіз, сіздің маткаңызда успокоиться етіледі. Бірінші соны ұғып алу керек, қыздар да. Потом қан кету негізі жүктілік кезінде, жүкті болғаннан кейін вообще негізі қан кетпеу керек, вообще қан болмау керек. Кейбір әйелдерде болады да, ранний сроктарда маленький қан кетуі мүмкін, ол ана гематомадан болады. УЗИде көбінесе жазылып тұрады ретрохоральная гематома деп. Бұндай гематомаларда тоже біз препараты прогестерона, дюфастон, отыражыстан береміз, сосын физический и половой покой деп айтамыз. Бірақ те азғантай ғана малюсенький количествода азғантай болатын болса, это ничего страшного, потому что низкая плацентациядан болуы мүмкін да, плацента низко расположенный болса, или түнде сіз половой контакт болып та, например, да, и содан кейін уже қанау мүмкін, сәл-сәл да, немесе сіздің эрозияңыз болса, сол эрозияңыз қанау мүмкін да, содан болуы мүмкін. Бірақ на всякий случай бұл тревожный признаки жатады. Егер сәл де болса қан келсе, міндетті түрде гинекологқа барыңыз, потому что үлкен сұрақта қан келсе тоже болмайды. УЗИде міндетті түрде көру керек плацента, яғни ұрықтың жолдасы қалай орналасқанын. Кейбір әйелдерде болады, ұрық жолдасы ана мойын бар ғой, жатыр мойны шейкаға жабысып орналасып болады да, ондай болатын болса қан кетеді. Ол мүлдем опасно. Ондай кезде өзі босануға болмайды, ол кезде кесарево қалады.
ол әйелдің өмірі үшін де қауіпті, Құдай сақтасын, өте қауіпті нәрсе. Сол үшін қыздар любой нәрсеге мән беріп, гинекологтарыңыздан сұрап жүріңіздер сондай малейший нәрселерді. Даже если қан кетсе де, обильный қан кетсе де барыңыздар, потому что УЗИге түсіріп көру керек. Может түсіп қалған болуы мүмкін, немесе баланың жүрегі соқпай қалуы мүмкін да. Соның бәрі білу керек. Үйде азғантай қан кетті екен деп кейбір әйелдер үйлерінде жүре береді, жата береді, болды деп ше. Мұндай болмайды қыздар. Кейбіреулер қан кетіп вообще жүре береді, эрозиясы қанап, например, да, ондайларға мүлдем болмайды мән бермеуге. Міне мына жерде біріншісінде предлежание плацентаның суреті тұр. Мысалы, гематоманың суреті тұр бірінші тұрған. То есть қан жатырдың арт жағында қан үйіп қалған да. Осы қан үйіп қалса, көбінесе әйелдерде ранний срокта қан келіп жүреді. Алғашқы бір 3 айда да. Сосын мына плацента тоже низко расположенная болса да қан кетуі мүмкін. Ерте сроктарда қан кетудің тағы бір себептері внематочный, соны исключить ету керек. УЗИ арқылы түсіріп, эмбрион жатырға түсті ма, түспеді ма, соны тоже білу керек. Жаңа айтқандай, мен айтқандай гематома, немесе выкидыш болуы мүмкін, немесе низкая плацентация, сондай болуы мүмкін, немесе замершая беременность, Құдай сақтасын, бірақ сонда да өздеріңіз үшін білгендеріңіз дұрыс. Енді жаңа айттым сіздерге, УЗИ түсіру керек, міндетті түрде гинекологқа баруларыңыз керек. Бұл туралы да тоже айтылды. Қараңыз, эрозия болса да, полип болса да, например, да, сол кезде тоже қанауы мүмкін. Енді инфекцияларға тоқтала кетейік. Бізде қандай инфекциялар бар? Жүктілік кезінде самый опасный, жыныстық жолдармен беретін инфекция бар. Ол қараңыз, микоплазма, хламидия, трихомониаз және гонорея. Самый опасный, который плодқа әсер ететін. Осылар болмаған дұрыс. Даже если қыздар қараңыздар, егер жүкті кезінде анықталып, сіздер желательно жүкті болғаннан, баланы босанып болғаннан кейін де лечение алғандарыңыз дұрыс. Неге? Өйткені бұл инфекциялар трубаларыңызды бітеп тастайды. Бұның нелері қандай? Гноистый, гнойный, да, например, да? И болмаса жасыл түсті көпіршікті выделениялар болса, міндетті түрде гинекологқа барып, мазок на флору тапсырып, инфекцияларға тапсырыңыз. Трубаларыңыз бітеліп қалмасына мән беріңіздер, потому что ол бітеп тастауы мүмкін болашақта. Кейін болашақта бала көтеруіңізге зиян келтіруі мүмкін. Трубаларыңызды бітеп тастайды, спайка қылып. Сонымен қатар торч инфекция деген бар. Торч инфекция 4-еу кіреді. То есть бұл токсоплазмоз, краснуха, герпес және цитомегаловый вирус. Бізде көбінесе мысық ұстайтын үйлер болады ғой. Желательно жүкті кездегі көп әйелдер мысықты ұстамаңыздар. Өйткені мысықтан көбінесе токсоплазма көп мән бермейді негізі. Токсоплазма жұғу мүмкін. Ол инфекция жаңағы біздерге неден келеді? Тышқандардан, әртүрлі жануарлардан, шөптерді жейтін мал, мысалы малдың, одан кейін біз ол малды сойып жеуіміз мүмкін, білмеуіміз мүмкін, онда токсоплазма бар жоғы, например. Или мысықтан, например, да, мысықтың фекалиінен тоже. Мысықты көп ұстамағандарыңыз дұрыс, жүкті әйелдер, әсіресе ол балаға жаман өте қатты әсер етеді, токсичный. Балада әртүрлі ақауларға алып келуі мүмкін. Симптомдары қалтырау, дірілдеу, как грипп сияқты болуы мүмкін. Лимфа тиіндері көбінесе ұлғаяды. Ол баланың әсеріне өте қатты әсер етеді. Баланың жаңағы миының бұзылысына әсер етуі мүмкін, шетінеп кетуіне әсер етуі мүмкін, Құдай сақтасын да. Біз көбінесе ерте сроктарда жаңағы токсоплазма әйелде анықтайтын болсақ, желательно прерывание жасаймыз, өйткені ол балада ақаулар пайда болады көбінесе сол үшін. Сол үшін қыздар тексеріліп жүріңіздер. Потом цитомегаловирусный инфекция ең часто кездесетіні бұл ЦМВ. Біздің вообще әлем халқының 99% адамында бұл ЦМВ инфекция бар. Ол даже менде де бар, ол сізде де болуы мүмкін, да, хронический, бірақ хронический формада. Көбісі түсінбейді, да? Кейбір гинекологтар миды аштып, жаңағыдай әйелдерді қорқытып, ой, сенде ЦМВ инфекция шықты, саған лечение алу керек деп, неше түрлі қымбат дәрілер жазып береді. Вообще олай болмайды, қыздар. ЦМВ опасно қай кезде? Когда сіз острый деген жедел, сіз, то есть жақын арада жұқтырған болсаңыз, жақын арада именно жүкті кезде жұқтырған болсаңыз,
өте опасно, потому что ол балаға сразу әсер етеді да, выкидышқа немесе баланың ерте босанып қоюына, шетінеп кетуіне әсер етуі мүмкін, немесе балада какой-то жаңағы өзгерістер пайда болуына. Ол қалай пайда болады бізде? Біз ауалы тамшылы жолмен түшкіргенде, жөтелгенде, сүйіскенде, біз көбіне ЦМВ инфекцияны кішкентай кезде жұқтырамыз негізі. Жеңіл түрде өтіп кетеді да, ол кезде, садикте бір-біріміздің бетін сүйеміз, әртүрлі ойыншықтарды жалаймыз, например, да, соның бәрінен бізге ЦМВ, то есть цитомегаловирусный инфекция сол кезде шығып қалады уже. Герпес те тоже сондай, да. Бірақ ол қандай кезде шығады? Сіз заново жұқтырсаңыз, немесе иммунитетіңіз төмен түсіп кетсе, да, например, герпес әсіресе иммунитет төмен түсіп кеткен кезде шығады. Қазір интерпретация жасауды көрсетемін. Не қараңыздар, осыны сіздер өздеріңізге суретке түсіріп алсаңыздар болады. Потом көбінесе біз ИФА тапсыртқызамыз.